Қамысты біз бірінші кезде бір осы 3 балам кішкентай, мен тіршілік істей алмай, қалада тіршілік істей алмадым. Жұмыстан декретке шықтым да, сол күнше жұмыссыз қалдым. Одан жұмысымыз жауып қалды. Сол кейіннен осы 4-ші жағында осы ауылға келеміз деп бұл жаққа келдік. Сөйтіп та осы жақта жаңағы өзімнің інілерім бар, солар отын шабады, сол күйеуім соның отын шауып жүрді. Сөйтіп мен де отын шауып, екеуміз отын шауып жүрдік. Сөйтіп жүргенде осы қамыстың орып сататын шықты дағы, сол қамысты орып сататын болып кеттік та, сол күйі қамыспен кеттік. Отынды қойдық. Әйтеуір осы қамысты орып сатамыз. Осының ақшасына бір-екі ешкіден қостық. Сосын жаңағы сіңлім асағаны бар, балама, шешем асағаны бар. Соларды жинап, 5-6 ешкі болып, басын содан бастады 5-6 ешкімен. Сөйтіп жүріп, сиыр алдық, қамыс орып жүріп. Малды көбейтіп енді малды. Сонымен енді 50 бас сиырға, 60 сиырға жеткізіп еді. Жаздай біз малды далада жүреді, қамамаймыз көбінесе. Сол даладан күнде түнде біреуін жайрап кетеді, бір қойды жайрап кетеді, бір күн, бір-екі күннен кейін тағы бір қойды жайрап кетеді, бір күн бір ешкіні жайрап кетеді, бірденен. Біз бұл шөбері болса, ит үререді ғой дейміз, үрмейді. Не жейді бұны дейміз, есіктің алдынан жеп кетеді прямо. Сөйтіп жүріп қойды мылтығап шығайық малға деп күндіз. Малға мылтығап шыққан 1-2 күн. Сөйтіп жүргенінде кездеспеді, сол бір күн әйтеуір екі итім бар тұғын, сол екі итпенен малға шығып, нақсам, малдар үркіп кетті бір топ-тор аңылдың арасынан. Жайылып батыр еді. Қалыңменен жай бардым. Бұл үркеді, біреуін ақ қалған шыға осы шүйер деп. Қалыңның арасыменен барып қалсам, бір бөжек ешкіні жейін деп нақтыр екен. Бұрақта бар біздің иттер арп-арп бета қалды ар жақтан. Сөйтіп бұрақта бар, ана шөберінің бөжекті өркесін үрмейді екен ол. Тым-тырпы қалды. Қанында тұрған мылтығым бар, как раз бір атқанында жаңа пытыра болып шықты дағы, бір атқанында жаңа қалың арасына өзі де саспай қалды ма, екінші подряд, екінші оғымда атылып кетті. Сонда жаңа тур ауыздан тиді дағы, сол жерде тұрып қалды. Зәрем қалмады, өлген шығарым деп ойладым мен, ана енді өлмеді да анау. Бір жоқ, бұрақта бар, топ бұта қалды, өлі, иманым қалмады. Енді мен өлдім деп ойладым, сізді анау өлді. Құламады да бірінші кезде. Сөйтсем жоқ, ана жаңағы есінен анау уже тигеннен кейін бір минуттан кейін уже құлады. Сөйтсем бұрақта сәлден кейін бардымдағы, ана құлағаннан кейін қасына барсам, әлі дем алып жатыр екен. Жүрегім су ете қалып, сөйттім дағы, қаштым. Бұрақта барып, әлі тұрым сырт қалыңда, әлі тұрым жоқ. Сол жаңа дем алғаны басылдау деген кезде бардым дағы. Кәдімгідей бүйтіп дем алып тұрғаны. Енді адам көрсе түрінен-ақ қорқады екен адам. Соның бұрақта демі басылды, бұл өлді ғой дедім. Басыл өлген. Сонымен шалымдай шақырып алдым, айқайлап. Үйден осы бір километрдей жер ғой енді. Сонымен шалым келіп, звонить етіп шақырып алдым ғой. Сонымен екеуміз сүйреп алып бардық үйге. Сонымен балам айтты, маман осы ауылдағыларға көрсет жаңағындай, әрқайсысы көрсе жаңағындай. Біреу малын береді, біреу нағылады деді дағы. Жолдас баласы екеуі кетті де қалды. Сонымен екеуі айналып жаңа біреулер бір ешкі берген, біреулер 10.000 теңге сөйтіп жаңағына сөйтті. Сөйтіп жүргенде жұрттар сұрастыра бастады ғой, енді бөжек қайтып алдың ба, қайтып алдың деп. Сонда жаңағы өзіміз бөжекті бірінші көруім ғой енді. Бұдан бір 5-6 жыл бұрын көргенмін. 3 бөжекті. Ол кезде жаңа ауылда мал бағып жүргенде бір құлаған там бар тұғында. Сол тамның қасында тұрғанда, малдың қасында тұрғанда жаңа 3 бөжек келе жатыр екен. Сасқанынан жаңағы құлаған тамның төбесі дуалына шығып кеткен ғой. Соны өмір шыға алмайсың да барғанда ол жерде. Соған шығып кеткен ғой. Сөйтіп сол жерде шыққан кезінде ана бөжекті прямо маған келеді 3 бөжек. Отырма ол бөжекті көргеннен қорқасың енді. Сен көрмегенсің енді. Айтып түсіндіре алмаймын мен. Сонда жаңағын қорыққанынан ана жаңағы там төбесіндегі шипырларды ұрып даңғырлап айқайладым ғой. Маған прямо келеді үшеуі. Сонда жаңа баспақтай болады ғой, дәулігі баспақтай болады. Иттен де болады. Соны ана мен даңғырлатқаннан кейін жоқ, бұрылды да, менен қорыққан да жоқ. Бұрылып осындай қамысқа қарай барды да қамысқа кіріп кетті ғой.
О кезде енді ату дегенде о кезде енді қаяқтан үшеу бірдей. Ана біреу қайта неше айнанандай қалыңдан ағаннан кейін мылтық сайын қолыңда содан ата салған. Айтпағанда оны атпасам уже өзіңе тап берейін деп тұр ол. Мен өлдім деп ойладым да, ол жерде өлгенше қарап тұрғанда ата салайын деген ғой. Сөйтіп әйтеуір Құдай сақтап қалып, әйтеуір өміріміз бар екен ғой, өмір сүріп жатырмыз. Қалада таныстық, бұл жұмыс істеп жүрген, мен де жұмыс істеп жүрген. Сол Маевкіге қыздар болып барамыз деп тауға. Сол кезде осы жаңа жолдас қызымның құда баласы болып келеді, сол сияқты таныстық. Танысқанда да енді танысқан жоқ, сол кезде көрдік әйтеуір. Сол көрді, содан көрді да бұл да жаңағы кешке бір қыздың үйіне отыратын болғанбыз, бәріміз сол жерде. Бір қыздың үйіне барамыз десек, осы кісінің үйіне барып ғой. Сөйтіп сол жаққа қалдық қой. Бұрынғы заманда қал десе қала береді ғой, сол қалдық. Енді қалғанмен жаман болған жоқпыз, 3 балам бар. Мына немереміз бар тәтті. Бір немере үйде. Екінші келін, 2 келін алдық. Енді кішкентай ұлым қалды үйленетін. Бақытты өмір сүріп жатырмыз. Тұрмысқа шығып 3 балалы болғанында уже жұмыс істей алмадым. Күйеуім денсаулығы болмады ол кезде. Сонда көп таршылық көрдім. Өйткені 3-ші баламды егіз босандым да мен үйден шыға алмай қалдым. Мен былай да жұмыс істей алмай қалдым, былай да жұмыс істей алмай қалдым. Өз таршылық көріп, онға да зар болып қалды, мынанға да зар болып қалған күндеріміз болды. Содан отыннан бастадық дағы, осы қамыстан көзіміз ашылды ғой. Осы қамысты от келағын босай 96 жылда баламды босандым. Сол баламды 4 айлығында босап, 2 егіз балам бар. Соны бесікке бөліп, сөйтіп барып жұмысқа шығып кететінбіз азына қосты. Ол тербетуді де білмейміз ба, жыламайды бала деген. Ана 2 балам қасында ойнап қалады. Ана екеуін бесікке бөліп, екеуміз жұмысқа шығып кететінбіз. Әбетте бір кеп кетемін да, бір емізіп кетемін дағы, әбетте кеп тамақ ішіп, қайттан жұмысқа барамыз жаңа. Кешке келеміз. Сөйтіп жүріп өмір сүрдік қой, қамыспен. Әлі осы көзіміз ашқалы қамыс болып келе жатыр ғой. Біз енді қазір 50-ден астық. Қазір бізге ең бақыт деген осы немере екен. Немеренің қылығы тәтті болады екен. Осының ойнап күлгені, сөйлеген сөздері бізге сол қызық, осы қызық екен. Ол немере деген қызық. Қамыс болғанымызға 20 жылдай болды ғой. 20 жылдан да асты. Қазір баламыз 25-ге келіп ғой. Өздері кеп алып сатарлар алып кетеді. Строй материал есебінде пайдаланады ғой, тамның төбесіне салады. Қоп, кешеді қазір. Қазір осы биылдан бастап 100 теңгеден болды, оның сатылуы базарда үстіне үстін қойып сатады ғой, 200 теңгеден жай қояды, 200 теңгеден жай сатады ғой, алып кеткенде. Біз өзіміз орып, баулап, артып береміз. Біз кеше екеуміз келіп 150 бау ордық. Бір рейс, бір мәшинеге сиятын қамысты екеуміз 3 күн орамыз ғой. 100 теңгеден сонда 3 күнде 45 теңге тауып тұрып қой. Бірақ оны отбасына шақсаң түк те болмайды. Ой, қамыстан жақсы пайда қылып жатыр, біз де ора қаламыз деген адамдар бір күнде беттері шағылып кетіп қалып жатыр. Қамысы болсын. Біз әйтеуір отырада азын-аулақ малымыз болғаннан кейін ауылдан басқа жаққа барсақ аштан өліп қалатындай боламыз ғой. Бір тамның өзіне 300-400 кетеді. Баудың. Там төбесіне жабады. Оның там төбесіне қалың жапқаннан кейін оның жаңағындай қамсыз жапқасын жылу жақсы болады дейді. Біреулер жаңа қазір анандай не таты? Стекловат салып жатқандар алып тастап осы қамысты қойып жатыр дейді. Өйткені мынау ыстық суықты қамыс жібермейді екен ғой. Жылы болып тұрады қыста, жазда салқын болып тұрады екен. Сол үшін қамысты көп бұрынғыдай емес, қамыс жақсы өтіп жатыр, өйткені қамысты біліп алды. Ана стекловат дегенді ол жаңағындай қыста суық болады, жазда ыстық болады деп жатыр. Сонымен ол қамыс жоқ, былтырдан бері жаңа жақсы өтіп жатыр ғой. Бұрын 60 теңге, 70 теңге, 50 теңгеден де өткізгенбіз. Ал қазір көтеріліп кетті 100 теңге. 20 теңгеден бастадық қой алғашқы жылда. Үшеуіне 3 там салып берсек деген арманымыз бар ғой. Үшеуіне, иә. Әйтеуір көзіміздің тірісінде. Жақсы. Айсұлу, жақсы, пока. Рахмет.